Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен танымал сусындардың бетін ашатын боламыз. Оларға ащы шындық. Біз оларды күн сайын ішеміз. Таңертең, түсте, кешке. Біреулер үшін рахат, біреулер үшін әдет. Бүгін біз әлемдегі ең танымал сусындардың жасырын шындығын ашамыз. Дайын бол. Себебі бұдан кейін сен бұл сусындарды бұрынғыдай көрмейсің. Бірінші, Кока-кола, тарихтағы ең қауіпті бренд. Кока-кола жай ғана сусын емес, бұл әлемдегі ең үлкен маркетингтегі миф. Ол алғаш пайда болғанда дәрі ретінде сатылған. Дәрі. 1879 жылы алғашқы рецепт құрамында кокаин болған. Нағыз кокаин. Сол себепті ол кока деп аталады. Кейін бұл затты алып тастады да тәуелділік тудыратын қоспалар қалды. Бір құты Кока-кола ішсең, ағзада не болады? 10 минуттан кейін қандағы қант мөлшері шектен асады. 20 минут бауыр оны майға айналдырады, ағза қорғанысқа көшеді. 40 минут кофеин қан қысымын көтеріп, жүрек соғысын жылдамдатады. 1 сағаттан соң ағза инсулинді шамадан тыс бөліп, әлсіздік пен аштық сезімін тудырады. Кока-коланы зәр немесе тот басқан металға құйып көр, ол тотты ерітеді. Сонда ойлан, егер ол темірді ерітсе, сенің ішкі ағзаларыңа не істейді? Енді пепсиге өтейік. Пепси тәтті удың екінші аты. Пепси-кола. 1893 жылы дәрілік тоник ретінде шыққан. Оның атауы да пепсин. Ферменттен шыққан асқазанды жақсартатын сусын болуы керек деді. Бірақ бүгін пепси құрамында фосфор қышқылы, жасанды бояғыштар, тәттілендіргіштер мен газ бар сұйық химия. Фосфор қышқылы сүйектегі кальцийдің азайтады. Сол себепті пепси жиі ішетін адамдардың тісі әлсірейді, сүйегі сынғыш болады. Ал қант мөлшері Кока-коладан кем емес. Тәтті дәм тек маска. Шын мәнінде ол ағзаны сусындандыратын улы коктейль. Бұл сусынның Red Bull. Үшінші. Red Bull саған қанат береді. Не әлде жүрек тоқтата ма? Бұл сусынның слоганы әлемде танымал, бірақ шындық одан әлде қайда қараңғы. Red Bull құрамында кофеин мен тауриннің қауіпті үйлесімі бар. Бұл екі зат бір-бірімен күшейтіп, жүрек соғысын ненормалды жылдамдатады. Red Bull ішкеннен кейін 10 минутта қысым көтеріледі. 30 минутта дофамин бөлініп, жалған қуат сезімі пайда болады. 2 сағаттан кейін дене шаршайды. 6 сағат жүрек пен жүйке жүйесі әлсірейді. Жастардың көпшілігі оны қуатшын. Бірақ статистикада Red Bullдан кейін жүрек тоқтауы, ұйқысыздық, тіпті өлім жағдайлары тіркелген. Red Bull саған қанат береді. Ол сенің жүрегіңнің қағысын ұшуға айналдырады. 4. Спрайт, фанта және басқа жеңіл сусындар тәтті удың ашық түсті түрі. Нақтырақ айтқанда, фанта алғаш рет 2 дүниежүзілік соғыс кезінде Германияда пайда болған. Кока-кола компаниясы соғыс кезінде ақш-пен сауда жасай алмағандықтан нацистік Германия үшін арнайы жаңа сусын ойлап тапты — фанта. Бірақ қазіргі фантада шынайы жеміс жоқтық қасы. Оның түсі мен иісі жасанды бояғыш пен ароматизатордың жұмысы. Спрайт пен фанта құрамында лимон қышқылы мен натрий бензоты бар. Бұл екі химиялық зат қосылғанда бензол түзіледі. Ол қатерлік ісік, рак, қызылша тудыратын қауіпті элемент. 5. факт. Липтон Ice Tea. Сау сусын деген өтірік. Көп адам шай
шай негіздеген сусын пайдалы деп ойлайды. Бірақ Липтон Ice Tea құрамында табиғи шайдан гөрі қант пен дәмдеуіш көбірек. Орташа бір бөтелкесінде 7-9 шай қасық қант бар. Оның үстіне кей үлгерінде жасанды хош иіс консерванттар бар. Салқын шай денсаулық символ емес, ол жай ғана жақсы брендтелген тәтті сусын. 6. Monster барын және басқа энергетиктер. Түнгі өмірдің уы. Бұл сусындар көбіне шаршаған, жұмыс істейтін немесе клубқа баратын жастарға бағытталған. Олардың құрамында кофеиннің мөлшері бірақ бір шынаяқ кофеден 3 есе көп. Сонымен қатар глюконация, инозитол, таурин сияқты заттар, бұлар нейрожүйені қоздырып, ұзақ мерзімі жүйке мен жүрекке зиян етеді. Дәрігерлер мұндай сусындарды жүрек ауруы балаларға өлімге тең. Бірақ маркетинг бәрін энергия деп әдемілеп көрсетеді. Бұл сусындардың артында кім тұр? Coca-Cola, PepsiCo, Red Bull, Monster барлығы әлемдік корпорациялар. Олар жыл сайын миллиардтаған доллар жұмсап сенің ойыңды басқарады. Олар мектептерге, киноға, спортқа демеуші болады. Жастардың санасына бұл қалыпты деген ой қалыптастырады. Бірақ сол компаниялар өз өнімдерін кей елдерде шектеуге мәжбүр. Себебі құрамында кей заттар зиянды, тіпті кейде улы. Олар бізге қуаныш сергітетін дәм ұсынады. Бірақ шын мәнінде бізге тәуелділік пен ауру сыйлайды. 8. Үлкен өтірік. Бәрі аз мөлшерде пайдаланады. Бұл сусын индустриясының ең қауіпті аргументі. Аз ішсең зиян емес дейді. Бірақ шындық басқа. Бұл сусындар тәуелділікке баяу қалыптасады. Сен аз ішіп бастадың, сосын көбірек іше бастайсың. Өйткені денең осы қалайды. Ми тәттіні, кофеинді, газды іздейді. Бұл жоспарланған тәуелділік. Осыларға қорытынды жасасақ, біз шөлді басамыз деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде өз ағзамызды улап жатырмыз. Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Red Bull, олар сенің өміріңді аздап қысқартады. Бірақ сен одан бейхабарсың. Себебі шындық тәтті емес, ал шындықтың дәмі ащы. Келесі жолы бөтелке ашқанда ойланып көр. Сенің сусын ішіп тұрсың ба, әлде сусын сені ішіп жатыр ма? Егер бұл видео саған ұнаса, лайк басып, комментария жасауды ұмытпа. Егер бұл шындықты естіген соң ойың өзгерсе, бұл видеоны бөліс. Сен жалғыз емес, әлем шындықты білуі керек.